менің өмірімде қашан бәрі жақсы болады деген сұраққа жауап берейін. Бірінші сіздер подписка жасап қойыңыздар, потому что мен алдыда әлі видеолар түсіретін боламын, сол үшін жоғалтып алмау үшін мына жерге тыңк дегенді басыңыздар. Жақсы ма подписканы? И лайк басып қойыңыздар. Знаете, көп адамдардың проблемасы в том, что өмірде судьба дегенге сенеді, менің тағдырым деген. Әрине, біз тағдырға сенуіміз керек. Өмір деген, мысалы, өмірге келу, өмірден өту, өлім туралы біз жауап бермейміз. Әртүрлі апаттарға біз жауап бермейміз, да? Но в то же время адамның жақсы болуы, жақсы қарым-қатынас құруы, қаржылық жағдайын жақсарту, бұл адамның өзінің қолында. Бұл, яғни, мысалы, бүгін бүйтіп айтады да, бір мотивация айтып жатыр. Бауырым дейді, шыдашы, өмірде бәрі өтеді, кетеді дейді. Жаман күндер де өтеді, қиыншылықтар да өтеді деген сияқты мотивация береді да. Все временно деген сияқты ша. Бірақ та байқасаңыздар, әрекет етпеген адамдар осы тағдырға сеніп отырады да, қашан өтеді екен осы қиыншылықтың бәрі, менің басымнан қашан бітеді екен, мен қашан жақсы жұмыс табады екен, алла тағала қашан маған жақсы жұмыс береді екен деген сияқты да, или қашан маған жақсы еркек береді екен деген сияқты әртүрлі, мысалы, сондай тағдырға өзінің өмірінің ответственностін беріп қояды да. И извиняюсь. И көбісі осы себептен өмірлерін өзгерте алмайды. Өзінің өмірінен ответственності алып тастаған кезде, өз өміріне жауапкершілікті өздері алмаған кезде өмір жақсы болмайды. Байқайсыздар ма? Қанша адамдар дүниеде кедей болып кетеді, кедей болып дүниеге келеді, қиналып, кедей болып дүниеден өтеді. А кейбіреулер бар, которые өз өміріне жауапкершілік алғандар, жаңағы әртүрлі, мысалы, білімдерді алады, талпынады. Вот сондай адамдарда получается өзінің өміріне өздері жауапкершілік алғандарда. Поэтому сіздерге ең бірінші айтатыным, өмірлеріңіз жақсы болсын десеңіздер, өздеріңіздің өмірлеріңізге жауапкершілікті өздеріңіз алыңыздар. Күтіп отырмаңыздар. То есть өмірде шыдау деген бар, көну деген бар. Победитель ол шыдайды. Ал жеңіліп қалған адам өмірде, ол көнеді. Ол просто көнеді тағдырға. То есть даже жарысқа қатыспайтын адам деп айтсақ болады. Сценарий бойынша жаңағы жарысқа қатыспайтын адам бар, жеңілген бар, жеңген бар. Жеңіске шыққан адамдар, олар шыдайды. Ол, например, өмірде шыда, бәрі жақсы болады деген кезде, мысалы, мен осылай видео түсіріп жатырмын, я? И мен бұл видеом әлі көп просмотр алмай жатыр. Бірақ мен бұны шыдаймын, жалғастырамын. Мен тастап кетпеймін бұны. Мен ары қарай жалғастырамын, мен істеймін. Вот бұл шыда. Қазір шыда, тағы да кішкене жаса, обязательно нәтижесін көресің деген бар. Ал екіншілер ол көнеді. То есть тағдыр осылай екен. Ешқандай әрекетке көшпейді. Хорошо, менің тағдырым осындай екен деп көне отырады. И ондай адамдарда өмірінде ештеңке өзінен өзі жақсы болмайды. Олар даже лотереядан $1 000 000 ұтып алып жүрген күннің өзінде олар оны қолдан алмайды. Потому что финансовая грамотность жоқ. Потому что олар өзінің өмірінде соны үйренуге жауапкершілік алмайды. Олардың өмірде почему-то каким-то образом, мысалы, ондай адамдардың өмірінде жақсы жігіт кездесе, олар оны ұстай алмайды. Потому что өзінде токсичность бар, абьюзерлік бар деген сияқты, өзінің самооценкасы төмен, рано или поздно ол ондай еркектің миын жеп, ондай еркек одан кетіп қалады. Потому что ол опять же, то есть өзінің жеңу үшін әрекет етпейді. Сондықтан айтатыным, өмірде көнуден аулақ болыңыздар, одан шыдауға жақын болыңыздар. Шыдашы, сол кезде бәрі жақсы болады. Осы видеоңды ары қарай жалғастырып түсірші, жақсы болады. Немесе осы жұмысыңды шыдап үйреніп кетші, сол кезде жақсы болады. Да, қазір қиналып үйрене алмай отырсың, бірақ та осыған көн. То есть бір әрекеттің артында стресс болады, сен соны как бы көтере аласың. А екіншілері, олар әрекет етпейді, олар қашан маған алма пісет, аузыма түсет деп отырады да. И ол өмірлеріңіз ешқашанда өзгеріске ұшырамайсыздар ол өмірлеріңізде. Хуже и хуже болады.
Сіз даже қозғалмай отырсаңыз да, сіз артта қаласыз. Почему? Потому что өмір алдыға жылжып жатыр. Хуже энергияңыз жылдан жылға азая береді. Мына миыңыз уже жылдан жылға уже бұрынғыдай білімді қабылдамайды. Қорқыныштың үсті ол всегда тревоганың үстіне тревога келе береді. Ол өзінен өзі тревога кетіп қалмайды. Онымен проработка жасамағанша ол наоборот үлкейе береді. Понимаете? Сондықтан өміріңізде қай кезде бәрі жақсы болады деген сұраққа өзіңіздің өміріңізге өзіңіз жауапкершілік алып, әрекетке көшіп, сол жердегі болатын стресстарға қарсы тұра білген кезде ғана өміріңізде бәрі жақсы болады. Әрекетке көшейік.